Әйелге тоймайтын еркек. Сыныптасым Сағынтай мектеп қабырғасында жүрген кезде-ақ қыздарға қырғидай тиетін. 5-ші, әлде 6-шы сыныпта болса керек, Гүлсара деген әдемі қыздың бетінен сүйемін деп жиналысқа түскені бартұғын. Арада жылдар зулап өтіп, сол досым 5 рет үйленді деп естідім. Ең соңғысы үріп ауызға салғандай 18 жасар қыз көрінеді. Өзінің 40-тың қырқасынан аузының салуы бар екен. Бір күні екеуміз ойда жоқта жолығып қалдық. Құдай қосқан құдалардай төс түйістіріп амандастық. Әбден сағынып қалыпты. Қайта-қайта құшақтап болатын емес. Алматыда тұрып жатырмын, деді Сағынтай, қымбат сигаретін тұтата беріп. Жағдайым жаман емес, 2 қабат үйім бар. Дүние деген жетіп артылады. Соңғы маркадағы Тойота көлігін мініп жүрмін. Өзің қалайсың? Осы қалада тұрып жатсың ба? Иә, дедім мен, досымның көкірек кере сөйлегенін жақтырмай. 2 қабат болмаса да, жанема жетерлік үй жайым бар. Үйге жүр, қонақ бол. Үйіңді кейін көре жатармыз, деді Сағынтай жан-жағына қарағыштап. Жақын арада кафе-ресторан бар болса сонда кірейік. Оған менің қалтам таяздау еді, дедім мен ыңғайсызданып. Ол жағынан қам жеме, деді досым томпиған төс қалтасын сыртынан сипап қойып. Қане, қай жерге барамыз? Сыныптасымның көңілін қалдырғым келмей, зауқым соқпай тұрса да, жақын маңдағы кафеге қарай бастай бердім. Төрдегі столға жайғаса беріп едік, даяшыны шақырған Сағынтай 2 саптаяқ сыра мен қымбат тағамдарға тапсырыс берді. Ал айта бер бауырым, деді ол салқын сыраны жартылай беріп. Қандай жаңалықтарың бар? Менде ешқандай жаңалық жоқ, дедім. Sıрадан ұрттап қойып, келіншегім, 2 бала шағам бар. Біреуден ілгері, біреуден кейін өмір сүріп жатырмыз. Әлгі баяғы бірінші әйеліңмен тұрып жатырсың ба, деді досым тосын сұрақты қойып қалып. Иә, дедім мен таңдана қарап. Өзің білетін Зейнешпен тұрып жатырмын. Айтпақшы, сені 5-ші рет үйленді деп едім, рас па? Иә, деді досым, темекісін бұрқ еткізіп. Мына өмірге келген соң бәрінің де дәмін татып қалу керек. Ақындарымыз қалай еді әлгі? Иә, қамшының сабындай қысқа өмір деп жатады ғой. Сол қысқа өмірде ойнап күлгенге не жетсін? Құлағың қағыс естімепті. Құласаң нардан құла деп 18 жасар бой жеткенді табалдырғымнан аттаттым. Қылығы мықты пәленің, еліктің лағындай есіріп тұр ғой. Сонда қалай, деді мен таңданғанымды жасырмай. Келіншектерді тозығы жеткен аяқ киімде ауыстыра бермексің бе? Махаббат, сүйіспеншілік, сезім дегендер қайда сонда? Ей, досым, айтасың-ау сенде, деді Сағынтай рахаттана күліп. Махаббат, сезім дегендер үндінің киноларымен бірге қырасып кеткен. Қазір махаббаттың төрін байлық тартып алған. Егер ертең маған үйдегі еліктің лағы ұнамай қалса, басқасын әкеле саламын. Мен саған таң қаламын. Сол Зейнешпен, баяғы Зейнешпен жалығып кетпей әлі бірге қалай тұрып жатырсың? Мен өмір өзгертіп жіберген досымның сөздеріне қалай түсінерімді білмедім. Бала-шаға бар ма өзі, дедім тіке қарап. Әр әйелімнен 1 бала бар, деді Сағынтай, қысқа шашын сипап қойып. Бірақ әлі біреуінде көрген емеспін. Сонда қалай? Көргің келмей ме? Сағынбайсың ба? Шынымды айтсам, сағынуға уақыт жоқ. Апта сайын Қытай асып кетемін. Көрген баққаным тау боп үйілген тауар. Одан қалса жас әйел түнімен тыным бермей сілікпемді шығарады. Айттым ғой, өзінің қылығы керемет деп. Міне суреті, аты Зарина. Зарина шынында да әдемі қыз екен. Менің қызыммен жасты екен, дедім мен. Басқа сөз аузыма түспей. Осындай арумен тұрып жатырмын, деді Сағынтай, кішкене суретті құжаттардың арасына сала беріп. Өзіңше, сол сары қарын кемпіріңмен тұра бермексің бе, әлде басқа да ойың бар ма? Жынданған шығарсың, дедім мен, не жыларымды, не күлерімді білмей. Ұл қызым өзіммен бірдей болып отырғанда. Сен менімен хабарласып тұр, деді Сағынтай, қоштасарда визиткасын беріп жатып. Егер тоқал алатын ойың болса, телефон шал, тілегің көзді ашып жұмғанша орындалады. Арада 2 жыл сыр етіп, өте шығып, қызымды қолдан ұзататын болып, сыныптастарымды тойға шақырдым. Қытай асып кетсем,
бара алмаспын деген Сағынтай да келіпті. Қолтығында хордың қызындай жап-жас келіншек. 2 жыл бұрын көрсеткен суреттегі келіншекке ұқсамайды. Алтыншысы, деді Сағынтай оңаша қала бергенде, құлағыма сыбыр етіп. Өмір әлі алда, бұйыртса тағы да көре жатармыз. Өмір өз кезегімен өтіп жатыр. Биыл Ұзынқұлақтан Сағынтай 7-ші рет үйленіпті дегенді естідім. Әйелге тоймайтын не деген адам десеңші. Сағынтай сары қарын десе де өзімнің ақылды бәйбішемді, ұл қызымның ардақты анасын ешқашан басқа әйелге айырбастай қоймаспын.